بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله өзгеріс бар. Жақсы болады. Жауапкершілік көбейіп жатқанда, машалла, бұл енді жұмаға келген бауырларымыздың ықыласпен келгендігін көрсетеді. Бұл ойламаңыздар жаңа кенжебек үшін сәлем беріп жатыр екен. Жоқ. Сәлемге қайтару ол адамның ықыласының бар екендігін көрсетеді. Сәлем берген адамға. Енді мешітке келіп, жұмаға келіп, Аллаға шүкір, осындай қасиетті күндердің бірі кейбір кедейлер үшін, кедей міскіндер үшін қажылықтың дәрежесіндей болған осындай жұма күні адамдарыңызға Алла Тағала құрмет жамағат сіздерге сансыз сауаптар жазсын дей отырып, бүгінгі жұма күнгі уағызымыздың тақырыбы ислам және медицина. İslam және медицинаны әрине жақсыратып уағызда бүкіл медицинаның барлық тарихын, немесе бүкіл ғалымдардың өмір тарихын, бүкіл хадистердің барлығын айту мүмкін емес. Бірақ біздің міндетіміз сіздерді мұсылман бола отырып, осы медицина, оның ішінде дәрігерлік ілімге, шипагерлік ілімге қызықтыруларыңызға оятсақ, немесе сіздер осы уақытта тыңдай отырып, басқа бір мұсылман бауырларыңызға, туыстарыңызға, Алла Тағаланың алдында осындай дәрігерлік ілім, медицина ілімінің қандай маңыздылығы екенін жеткізсеңіздер, сондай бір ұлы аманатты орындасаңыздар, онда иншалла біздің құтқарамыз. Ал егер де сіздерге айтылған уағыз насихатты, аманатты жеткізбей, немесе жасырып қойсаңыздар, өздеріңіз білесіздер. Біз ешқандай бір солай жазалаушы орган емеспіз, жазалаушы адам емеспіз. Бар болған тек насихат айту үшінбіз. Сіздердің жүректеріңізге, имандарыңызға ықыластарыңызды ояту арқылы сіздер бұл дүниеде нағыз мұсылман мүмин бейнесімен өмір сүрсін. Медицинаны алып қарайтын болсақ, ислам, медицина екеуі бір. Өйткені Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисі бар, ат-тухру шатрул иман деген. Тазалық, пәктік иманның жартысы деп тұр. Иманның жартысы деп тұрма, демек мұсылмандар екеуі өлетін болып қарайтын болса, мағына түрде. Оның жартысы тазалық болатын болса, демек ислам мен тазалық екеуі бір. Тазалық не нәрседе? Тазалық ойда, тазалық сөзде, тазалық жүріс-тұрыста, тазалық киімде, тазалық қарым-қатынаста, тазалық туысқанмен деген қарым-қатынаста, тазалық мұсылман емеспен қарым-қатынаста, тазалық кәпірлермен қарым-қатынаста, бұның барлығында пәктік ұстанатын болса, онда біздің мұсылмандығымыздың көрінісі болып табылады. Әрине, діни тазалығына байланысты хадистерді айтатын болсақ, қарапайым ғана сіздерден Аллаға шүкір сансыз диаметрдің бірі иман диаметрі келгендегі намаз диаметрі кезіндегі 5 уақыт намаздағы дәрет алуымыздың өзі бұл медицинаның бастауы. Неге медицинаның бастауы деп айтамыз? Себебі сіздер дәрет алатын кездеріңізді не істейсіздер? Суға қарайсыздар. Суда егер фиқх кітаптарында айтылған судың иісі, дәмі өзгерген болса, ол су қандай су болса оны дәрет алуға болмайды. Оған алған дәретіңіз қабыл болмайды. Дұрыс емес болса намазыңыз қабыл болмайды. Сол сияқты намазға келіп жатсыз, жай намазыңызды қарайсыз. Құдай сақтасын, бір жаңа әртүрлі лас нәжасаттар, немесе бір сондай үлкенді кіші дәреттердің түрлері бір жағылып нескен болса, оған жоламайсыз. Оны алмастырасыз, тастайсыз. Сол сияқты киіміңізге де қарайсыз.
киіміңіздегі тазалық, Құдай жақтасыға үлкенді кішілер етті, немесе басқалар нәрестен киімдеріңізді таза болу керек. Міне, бұның барлығы тазалық болатын болса, тазалық медицинаның негізі да. Қарапайымда кез келген медициналық мекемеге барып қарап отырсаңыздар, сырттай қарағанда қарапайым ғана көрінеді. Қараңыздаршы, мысалы, кез келген больницада, ауруханада, поликлиникада бәрі естиді. Қарапайым ғана келмес әрекет. Ол қандай деп ойлайсыз? Білесіздер ма? Қол жуу да. Қол жуу. Қарашы. Қолда адамда қаншама микроб бар. Сол сыртта кірген адам осының бәрін ысқылап, былай бұрып жақсылап жуудың өзі былайша айтқанда исламнан алынған. Сіз дәретті алақанын жасырып жуасыз, шынтаққа шейін жасырып жуасыз. Не үшін? Пайғамбарымыз саллаллаху көрсеткендей, онан басқа Алла тағала бізге Құранға бұйырғандай тазалық үшін жуасыз да. Қарапайым әрекет сияқты. Бірақ ол медицинаның бір бөлігі табылады. Медицинаның қандай екенін айтатын болсақ, ислам тарихында егер естеріңізде болса, осыдан Аллаға сансыз шүкір деп айтайын, 10 жылдан аса 2008 жылдары осы мешітте бірінші уағыз қылып жүрген кездерімізде 2007-2008-де табиғилердің өмірін айтқан болатын. Иншалла әлде айтамыз. Сол табиғилердің өмірінің ішінде Урва ибн Зубайр деген кісі болған. Ол кісі кім еді? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның бажасы, Пайғамбарымыздың бажасы деген Айшаның әпкесі Хафсаның күйеуі Зубайр ибн Ауамның баласы Урва ибн Зубайр деген кісі болған. Сол бір оқиғасын айтып келді, сол жерде бір оқиға бар. Абдул-Малик ибн Марванның кезінде ол кісіге Алла тағала Алланың қалауымен аяғына жарақат түсірді. Аяғына жарақат түсірді, аяғы гангрена болады. Гангрена білесіздер ғой? Жиелейді, мысалы, етті, бүкіл ткандарды жейді, қан тамырларын жейді, ақыр соңында жеп барып, қан аңсырап кеткенде сол адам жүрегіне қан бармай өліп кетуі мүмкін. Сонда гангрена дейтін аурумен ауырған кездері, сол кезде оқиғасын айтқан болатын. Сол кісіге осы аяғын кесуге дәрігер шақырады. Яғни, оқиға қарап отырсаңыз, медицина болмағанмен демек медицина Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям уақытының өзінде сахабалардың кезінде сол кезде болған екен да. Әлгі оқиғада айтылады, Урва ибн Зубайр рахматуллаху алейхи ол кісіге 3 түрлі не қояды? Медициналық іс-шараны. Біреу қандай? Арақ бөлек дейді. Алкоголь. Не үшін? Сіз мас болып жаңағы есіңізден арылып, жоғалтып отырып, ауруды сезбес үшін дейді. Ол жоқ. Құдай сақтасын, мен денемде ешқандай да харамдап деп ластамайын дейді. Урва ибн Зубайр. Екінші мәселе мұхаддарат. Қазіргі современный тілмен айтқан морфий. Яғни сол наркотический вещество дейді ғой. Ұзақтайды жаңағы. Сондай сильный действующий. Ол Құдай сақтасын, оған да жуалмайды дейді. Үшінші вариант, бір топ адамды алып келеді. Әлгі дәрігер кісі. 3 варианты болған. Бір топ адамды алып келеді. Адамдар неге деп сөйлейді? Урва ибн Зубайр қараңыз. Бір аяғы гангрена ауырып тұр, кесу керек. Ампутация болу керек. Әлгі дәрігер айтады, біз қазір мына кісі сізді аяқ қолын ұстап тұрады, біз соны сіздерге ауырып жатқан кезде шыдамай, біздерге бір нәрсе істемей, немесе өзіңізге бір нәрсе істеп қоймас үшін сізді ұстап тұрады дейді. 3 түрлі шартын беріп тұр да, 3 түрлі медициналық көмек. Дұрыс негізі, қазіргі заманның арқылы үшеуі де дұрыс. Бірақ әлгі рахматуллаху алейхи Урва ибн Зубайр айтады, керек емес дейді бұлар. Мен тек қана зікірмен ғана өзімді ұстаймын дейді. Қараңыздаршы, имандардың қалай күшті да. Әлгі кісі алардыдағы кесе бастайды, пышақпенен жаңағы пинцет сияқты өткір кесе бастайды. Онан қалса арабидағы сүйікті кесе бастайды. Ол оңай процесс емес, Құдай сақтасын, кейбіреулер мысалы саусағыңызға бір жерде бір терісі ілініп кетсе, немесе тікеніп кіріп кетсе қалай бақырасыз, Құдай сақтасын. Әлгі кісі сонда такбир, тахмид, ла хауля ва ла куввата илля биллах, Аллаху акбар, Аллаху акбар, субханаллах, 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 альхамдулилlah деген сияқты зікірлерді айта отырып, нұқ етпейді осы субханаллах қараңыздаршы. Бұл жерде оқиға қарапайым болғанмен сол кезде сахабалардың уақытында медицинаның қандай мықты болғанын көрсетіп тұр да. Ол оқиға айтылмайды, медициналық бір жаңағы жетістік деп. Бірақ
бұл үш жарым тұрғылады, бірақ әлгі сахаба бұл жерде құрметжан ойлап қалмаңыздар, жаңағыдай істемеу керек екенбіз, тек қана сіздерге мен ешкімге айтпаймын, әркімнің жеке бастың өзінің ісі, біреуге жарақат түссе, жаңа әртүрлі әдіс қолданатын болса. Бұл мен сахабалардың иманының күштілігі, яғни иманы күшті болып тұр. Мына жақта үш түрлі жарасын, ауыр жарасын демін емеуін шартын көрсетілді. Бірақ соны әдептілікпен ысырып қойды, тек қана бір зікірмен шешті. Ақыр соңында қараңыздар, ампутация болсын кесілген, мысалы операция қылынған кездері операция, қан тоқтату деген процесс бар. Қан тоқтату қарапайым бір түрі иод мысалы. Ол иодтың жаңғақтың ағашынан да алуға, жаңғақтың жапырағынан да алуға. Эфирден басына. Бірақ сол кездегі қатты қан тоқтату үшін істейді. Майды қыздырады да, әлгі кесілген ампутированный нога дейді, осыны алады да жерге тығызып береді. Енді қайнап тұрған майға тұру арқылы қанды тоқтатады. Қазақта бар ма, біздер баяғы бала кезімізде болатын, бір аяғымыз бір жерде тіріліп кетсе, киіз жерді киіз орнында отқа бас жүргізді, пыш етсеңіз, болды Аллаға шүкір. Сонымен шипасы болып кетеді. Бірақ мен барлығыңызға деп жатқан жоқ, құрметті жауап, өздеріңіз білесіздер. Мен барлығыңызға қылдар демеймін жаңағы, мен істегенді. Енді ол мен істеген маған келуі мүмкін де иншалла. Бірақ басқа да жаңа әзірге замандық медициналық әдістердің бәрін қолдану сол уақыттарда болған емес. Сол уақыттарда болғанда, онан қалса ислам тарихы бойынша мұсылмандардың сарайларында, оның ішінде халифалар сарайында Аббас Рашид деген, Харун Рашид деген Аббасид халифалардың бірінің қасында насрани дәрігер жұмыс істейді. Насрани дәрігер. Яғни бұл не көрсетіп, біздің мұсылмандар, оның негізі сол кезде басшылар, ол халифалардың барлығы білімге келгенде, қандай ғылым болмасын, дініне қарамағанда. Ең бастысы оның жаңағы ғылымын, білімін алып, мұсылмандардың арасында енгізу. Ол жаңа, сен мұсылман емессің, сен анаусың, мынаусың деп, басын шабындар, немесе қорқындар, қылып жоқ, бәрін тартып алатын да, бәрін енгізетін. Не үшін енгізетін? Олар сол кездегі сахабалар болсын, содан кейінгі халифалар болсын, мына бір қарапайым хадис бар да. Аллаху азза ва жalla якуну фи ауни ахихи махма якуну абду фи ауни ахихи деген. Егер де бір пенде басқа бір мұсылман бауырдың немесе кез келген пенденің көмегінде болатын болса, Алла Тағала әлгі пендеге әр уақытта жәрдем береді деген. Қараңыздар, қаншама адамдар қолында қандай мүмкіншілік бар. Бірақ осы бір кішкене ғана хадис болғанменде, оның артында үлкен терең мағына жатыр да. Мысалы, сіз біліміңіз бар деп ойлайық, бір медицинадан басқалар нәрседен. Егер де сіз біліміңізді, тәжірибеңізді, ғылымыңызды, әртүрлі әдістеріңізді өзіңіздің мұсылман бауырыңыздың басына түскен бір проблемасы ма, бір қиыншылығы ма, бір сынағы ма, соны жеңілдетуге көмектессеңіз, мысалы дәрігер болады.